Қазақтың сыбаға дәстүрі. Сыбаға сөзі қазақ халқының дәстүрлі мәдениетінде ерекше орын алады. Ол бірнеше мағыналарды білдіреді. Мәдени-әлеуметтік мағынасы. Сыбаға бұл қазақ халқының дәстүрлі қонақжайлығы мен сыйластығын көрсететін ұғым. Қонаққа берілетін арнайы ас, тағам түрлерін немесе мал-мүлік бөлігін сыбаға деп атайды. Мысалы, мал сойып, оның етінен арнайы қонақтарға немесе жақын туыстарына арнап бөліп беретін үлесті де сыбағасы деп атайды. Дәстүрлі мағынасы. Сыбаға бұл қазақтардың белгілі бір дәстүрлерге байланысты беретін сыйлық немесе тарту. Ол жиын, тойларда, мерекелерде, арнайы салт-дәстүрлік шараларда орындалады. Сыбаға беру сыйластық пен құрмет көрсетудің белгісі. Тұрмыстық мағынасы. Күнделікті өмірде біреуге арнайы дайындап берілетін тамақ немесе мүлік. Мысалы, ауылдағы адамдар бір-біріне жиі сыбаға жібереді. Бұл бір-біріне қолдау көрсету мен жақындықтың, береке бірліктің белгісі саналады. Сонымен қатар, сыбаға дәстүрі қазақ халқының қонақжайлық мәдениеті мен ұлттық тағамдық дәстүрлерінің ажырамас бөлігі. Бұл дәстүр қонаққа, туған-туыстарға немесе қадірлі адамдарға арналған арнайы ет үлестіріп құрмет көрсетуге негізделген. Сыбаға бірнеше түрге бөлінеді. Қонақ сыбағасы, туыс-туған сыбағасы, сыйлы сыбаға. Сыбаға табаққа салынатын кәдерлі жіліктер қазақ халқының дәстүрлі мәдениетінен танимыз. Сыбаға табаққа арнайы қонақтарға, туыстарға, ақсақалдарға арналған бағалы және кәделі жіліктер салынады. Әр жіліктің өзіне тән мағынасы, ырымдық жоралары бар. Дәл осы негізгі кәделі жіліктер мен олардың мағынасы туралы келесі видеода айтатын боламын.